Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Кабель басу арнасының көрермендері және стройка құрылысқа кафеге қызығатын абзал жындар. Бүгінгі жұмысымыз деп айтпай тұрайын. Бірінші лайк басып, бір дым болмағанда да бір өтірік комментарий жаза салсаңыздар, соның өзі маған үлкен көмек береді. Қазақ арнасының дамуына да үлес қосасыздар, бізге шабыт береді ғой. Енді міне біздің жұмыс бүгінгі кафель душевой поддон, болсын душевой поддонға мына жерге кафель түседі ғой, стенаның. Шу шашыраған кезде қабырға алып кетпейді. Адам бойымен бірдей, но 1,80, былай 1,20 клиенттің айтуы бойынша. Былайынан 1,1 душевой поддон түседі. Мына жерге әкеліп, мынау енді сыртында болады енді, мен кінәм жоқ. Клиент өздері солай шешкен. Траба келеді, оған дейін шоқ қоямын. Кірпішпен өреміз. И осы ананың ішіне қиылады ғой, стяжкамен. Мынау менің прожекторым. Операторлар қайда қарап отыр. Деп қоясың ғой. Осыны шабамыз. FKS, краска, обой, осыны тағы не бар. Сондай нәрселерге кафеде келе жұқпайды. Сол үшін біз бетіндегі слойын аламыз ше. Цемент кейтін апарамыз ғой. Слабый, осының қисық қатты бағам. Баяғы үйлер ғой. Сәл өй деп сетқан жағдайым бар. Желанием ай. Сүс-сүсікті қарастыр. Бүгінгі жұмыс сол осыны шабу 1-2 сағаттың көлемінде, 1 сағаттың көлемінде. Сосын заттар келіп, заттармен дәл жұмыс істейміз. Оның бәрін көрсетіп отырамыз құдай қаласа. Бүгін осыны саламын. Этап-этапына салып отырамын ғой, соны алып көріп отырсаңыздар. Лайк басып, коммент жазып. Бір қолдап жіберсеңіздер болады, бір 1000 подписчик болса, ары қарай одан саны күшті видео саламыз. Оператор жалдаймыз, мобил орып болады. Бәрі болады.